Сәлеметсіздер ме, достар? Менің атым Оңғарбаева Айдана Айтқалиқызы. Мен Google экожүйесі туралы педагогтерге арналған шағын курстың авторымын. Курс мазмұны жағынан жеңіл, ал құрылымы жағынан шағын етіп құрастырылған. Жалпы курста 4 модуль бар. Бірінші модуль Google-дың негізгі құралдарына арналады. Алғашқы сабақта біз сіздермен Google аккаунтын жаңадан жасауды үйренеміз. Бұл модульде почтаға кіру, хат жазу сияқты мәселелер қарастырылады. Ары қарай Google Дискпен жұмысқа, ондағы негізгі құралдар Google Docs, Google кестелер, Google презентацияларға тоқталып өтеміз. Бұл құралдар күнделікті жұмыстарды атқаруға көмектеседі. Екінші модуль оқу контентін құру және басқару деп аталады. Бұл модульде Google Forms пен Google Classroom'ның негізгі функцияларына тоқталамыз. Forms арқылы ақпарат жинап, оны сауалнама ретінде қалай қолдануға болатынын үйренеміз. Осы құралдың көмегімен тест жасап, оқу тапсырмаларын құрастыруды нақты мысалдар арқылы көрсететін боламыз. Сонымен қатар, осы модульде Google Classroom'да сынып құрып, тапсырма жасауды және ол тапсырмаларды бағалауды үйренеміз. Келесі үшінші модуль коммуникация туралы болады. Онда біз сіздермен іс-шараларды күнтізбе арқылы жоспарлаймыз, Google Meet арқылы қашықтан өтетін сабақтарды немесе онлайн кездесулерді ұйымдастыруды үйренеміз. Ал курсымыздың соңғы 4-ші модулі жасанды интеллектке, соның ішінде Google Gemini'ға арналады. Бұл сабақта жасанды интеллектті мұғалім күнделікті жұмысында, сабаққа дайындық барысында қалай қолдана алатыны көрсетіледі. Құрметті курс тыңдаушылары, бұл курс сіздердің күнделікті атқаратын жұмыстарыңызды жеңілдетуге, цифрлық мүмкіндіктерді меңгеру арқылы өздеріңіздің дағдыларыңызды жаңа деңгейге көтеруге көмектеседі деген сенімдеміз. Курсқа жазылып, InfoLessonмен бірге оқыңыз.